Достар, бүгін біз сіздермен жалпы гамма платформасы жайлы әңгіме қозғайтын боламыз. Гамма платформасы бұл сіздің слайдыңызды әдемі түрде жасап береді. Яғни сіз тақырып бересіз, немесе сол бір дайын слайдыңызды реттеп те береді. Яғни өте бір минимализммен әдемілеп жасау үшін осы бір гамма платформасын қолдануға кеңес береміз. Олай болса, кеттік, жасап көрсетейік. Қараңыздар, бізде мына жерде создать новый ай деп тұр, яғни осы жерге біз жазамыз. Қараңыздар, осы жерде сізде осындай бір ұяшық шығады. Яғни қараңыз, сізге текст бойынша керек па, әлде тақырып бойынша керек па, әлде сол бір слайдыңызды қайтадан әдемілеп жасап беру керек па деген сияқты тақта шығады. Яғни біз соның ішінде қалаған өзіңіз таңдайсыз. Мысалы, мен көрсетейін, бірінші мынау текст арқылы қалай жасауға болатындығы. Міне қараңыздар, осы не шықты. Енді мен өзімнің текстім дайындап қойған текстімді ашамын сіздерге. Қараңыздар, міне. Бағана мен сіздерге DeepSeek'тің көмегімен слайд жасаған едік. Тура осы DeepSeek жасап берген слайдты не істейміз? Дәл осылай көшіріп аламыз. Төменнен, не қараңыздар, DeepSeek жасап берген слайдты көшіріп алайық. Не қараңыздар, көшіреміз. Дәл осыны алып барамын да мен мына жерге тастаймын. Тастадым. Енді қараңыздар, астында презентацияда әрине дәл соны белгілеймін. Ары қарай жалғастыру деген батырман басамын. Сол кезде маған дәл осылай бөліп берді. Әрбір слайдқа бөліп берді. Енді ары қарай дәл осы нені жалғастырамын. Тілді анықтап қойдық мына бетте. Осы жердегі реттеу керек болған дүниелеріңіз өзіңіз реттеп алсаңыз болады. Қалай тұру керек, барлығы көрсетіп қойған, формат қалай болу керек деген сияқты. Өзіңіздің неңіз бойынша, қалауыңыз бойынша әрине. Келесі, дәл осы жерде сізге осындай бір форматта дизайндар келіп шығады. Яғни, қандай дизайнда, ақ болсын ба, сары болсын ба деген сияқты өзіңіздің қалауыңыз бойынша керемет осылай таңдайсыз. Өзіңіздің қалауыңыз бойынша дизайнды. Мысалы, мен қазір осы жерден осы бір светті таңдаймын. Ары қарай, жалғастыруды басамын. Одан кейін маған осы гамма платформасы, міне қараңыздар, жасап беруді бастап кетті. Слайдты жасап беріп жатыр. Яғни, дайын. Менің слайдым дайын. Қараңыздар, тақырып қандай? Механикалық толқындар. Соған сай суретін жасап берді. Одан кейін барып, екінші слайдта механикалық толқын дегеніміз не жайлы? Анықтамасы, толқын жайлы және мысалдарымен келтіріп берді. Келесі механикалық толқындардың түрлері деген кезде, формат түрінде сізге қандай екендігін көрсетіп берді. Дәл осылай сізге жасалған слайдыңызды өзіңізге жүктеп аласыз. Ол үшін мына бетте экспорт дегенді басасыз. Сол кезде таңдайсыз, сізге PDF файл ма, слайд түрінде ма, өзіңіздің ыңғайыңызға қарай таңдап скачать етесіз. Мына бетте уже сол слайдыңызды сізге жүктеп береді. Яғни, бар болғаны 2 минутта толыққанды слайдты жасап алдыңыз. Әрине, бұл да болса, сіздің жұмысыңызды жеңілдетуге көмек береді. Яғни, мына бетте міне қараңыздар, маған дайын болды дейді. Ашып көреміз. Қараңыздар слайдымызды. Бірден ашып көрейік. Міне, слайдымыз дайын. Болды, дәл осылай өзіңізге керек болған слайдты жасап көрсеңіздер болады. Немесе екінші вариантқа қарай көшеміз. Екінші вариант, қараңыз қайтадан жасаймыз. Мына бетте жасау дегенді басамыз. Мына бетте тілді анықтайсыз. Сізге қандай тіл керек? Бізге әрине қазақша керек. Өзіңізге керекті тілді анықтайсыз. Мына жерге тақырыпты жазасыз. Яғни, мен мына жерге механикалық толқындар деп жазам. Ары қарай оған тапсырма берем. Қараңыздар, механикалық толқындар деген едім. Дәл осындай слайдты 1 минутта жасап берді. Қорытындысымен бірге. Толыққанды. Кіріспесі, қасиеттері, жалпы толқындар жайлы толық ақпарат берді. Ары қарай мен өзімнің немді дәл осылай жаңа айтқанымдай түсімді анықтаймын да, ары қарай жалғастыра саламын. Көріп тұрғандарыңыздай, бізде бар болғаны 2 минутта өзіңіздің керекті болған тақырыбыңызға керемет
креативный және де минимализммен жасап берілген слайдты осылай жасауға болады екен. Бұл әрине гамма деген жасанды интеллекттің бізге жасап берген несі слайд. Міне қараңыздар, механик толқындарға байланысты суреті, қасиеттеріне байланысты, сонымен қатар мысалдармен, модульдермен и қолдану аясы деген кезде де тура осылай бізге керемет түрде жасап берді. Дәл осылай әрбір өзіңіздің жұмысыңызды жеңілдетуге мүмкіндік беретін платформаларды меңгеріп, күнделікті өмірде қолданыңыз. Әрине, бұл да болса мұғалімдер үшін керек болған платформалардың бірі және бірегейі. Сіздер үшін пайдалы болды деген ойдамыз. Келесі пайдалы жасанды интеллектпен жолыққанша достар, біздің каналға тіркеліп, лайк, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар.